Әлеуметтік желіде және Яндекс.Зен платформасында Гарвард университеті Құранда әділдікті сөз ететін ең үздік кітап деп бағалады деген хабар жаппай таралып жатыр. Фактчек.кз бұл ақпараттың рас-өтірігін анықтап көрді. Бұл ақпарат 2013 жылы тарай бастады. Гарвардта білім алатын Сауд Арабиялық студент Twitter парақшасында Құран аяты суретті жариялады. Бұл туралы бірінші болып Сауд Арабияның Ажил газеті хабарлады. Emirates 24/7 бұл хабарды 2013 жылы Ажил газетіне сілтеме жасай отырып таратты. Уақыт өте ақпарат медиа арқылы бұрмалана бастады. Құраннан алынған үзінді мен басқа да діни кітаптар және авторлардың сөздері Гарвардтың заң факультеті ұйымдастырған Words of Justice көрмесі аясында орнатылған. Бұл көрме Гарвард заң мектебінің студенттері, оқытушылар мен қызметкерлер арасындағы байланыс деп түсінуге болады. Бұл жерде көрсетілген цитаталар мен басқа да сөздер әділ заң үшін күресетін барлық азаматты шабыттандырады деген үміт бар. Гарвард университетінің заң факультетіне кіре берісінде шын мәнінде Ниса сүресінің аят мәтінделінген, бірақ бұл тек студенттік көрме аясында болған. Көрмеде көрсетілген мәтіндер тек Құранның немесе басқа да әділдікті негізге алған кітаптарды ерекшелеп, ең үздік кітап деп айқындамайды.